Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін осындай жөтелді 2-ақ күнде қайтаратын әдістермен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына шейін қараңыздар. Бізге осындай бір пияз керек, яғни жуа. Әр жерде әрқалай айтады ғой енді. Осылай жақсылап, майдалап, төрт-бешлеп турасаңыздар, сөлі, жаңағыдай согы керемет болып шығады, көбірек шығады. Осы әдісті, осы 4 әдісті мен үнемі өзім де және балаларыма да пайдаланып жүремін. Керемет әсер береді, жөтеліңізді қойдырып, қақырыңызды жұмсартып шығарады. Осылай су ащы болып кетеді десеңіздер, қант қосасыздар, 2 шай қасық қант немесе мед қоссаңыздар болады. Солай осындай жабық контейнерға салып 5-6 сағатқа қойып қойасыздар. Қараңыздар, согы осылай бөліну керек. Ересектерге әр 2 сағат сайын ішу керек, кішкентай қасықпен, ал кішкентай балаларға 3 мезгіл берсеңіздер болады. Азанда, әбетте, кешкісін өте керемет көмектеседі. Жөтеліңізді міндетті түрде басатын болады және қақырығыңызды жұмсартып шығуына көмектесетін болады. Ал екінші әдісіміз осындай жылы сүт болу керек. Осы жылы сүтімізге осындай сода қосамыз. Кішкентай қасықтың ұшымен ғана қосасыздар. Көп қосып жібермеңіздер, көп қоссаңыздар уже ішуге жарамсыз болып қалады. Содан кейін қолдың майы болсын, осындай сары майды қосамыз. 1 қасық, осындай шай қасық жақсылап араластырып, қараңыздар, таңертең және кешкісін ішсеңіздер, қақырығыңызды жұмсатып, жөтеліңізді басатын болады. Міндетті түрде осы әдістерді пайдаланып көріңіздер. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, осы YouTube каналыма тіркеліп, подписацияны басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, енді 3-ші әдісіміз осындай жылы суға 1 шай қасық содамызды және де 1 шай қасық осы тұзымызды қосамыз. Бұл тамақтағы бактерия, инфекцияларды, вирустарды жоюға өте жақсы көмектеседі. Үнемі негізі тамағымызды шайып жүруіміз керек. Білесіздер, барлық инфекция, микробтың бәрі тамақта ғой. Сондықтан тамақтарыңыз көтеріліп, осы ангиналар сондықтан көтеріледі. Содан кейін осындай йодқа мен шприцпен сорып алдында бір 4-5 капля осы суға қосып жібердім. Тамақты әр 2-3 сағат сайын шайып отырыңыздар. Сол кезде ешқандай тамағыңызда көтерілмейді, жөтел де пайда болмайды. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп подписацияны басып, жаңындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта қолжетімді рецепттермен осындай лайфхактарды үнемі салып отырамын. Сол үшін мен парақшамды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп кетіңіздер. Ал 4-ші әдісіміз осындай натрий хлорид. 2-3 сағат сайын тамағыңызды шайып отырсаңыз, жөтелден айығатын боласыздар. Менің осы видеом сіздерге пайдаларыңызға жарайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.